Саламатсыз, кіруге ма? Саламатсыз, кіріңіз. Не мәселемен келдіңіз? Міне шұлықтыр пәніне жұмысқа тұрайын дедім. Жақсы, жайғасыз. Аға, сіздің новый документтеріңізді қарадым, құжаттарыңызды қарайын. Алло, досым, қалайсың? Жақсы, шүкір, сол таң қасындағы мектепке жұмысқа кіріп келешек мектебіне. Сол дене шынықтыру сабағынан ғой. Там кешке боссың ба? Ақмаралдың подружкасы шығып тұр. Төртеуміз отырып қайтайық бір жерге. Давай, досым. Бастықтың алдына. Тағы да осы ма? Алло. Анашым қазір звондамашы, жұмыста отырмын. Маған жұмыста отырмын. Звондай бермейікші. Күніне 10 рет звондайсыз ғой уже. Звондай бермеңіз, маңызды жұмыстардан. Мәсеке, отчетты қарап қол қойып жүресіз бе? Алло, жабым, қайдасың? Сол жұмысқа тұрып атқан. Ақша бары болады енді. Кешке боссың ба? Қасында подружкасын шықса, мен дос боламын шығам. Сол төртеуміз бір жаққа отырып қайтсақ. Сол бүгін жұмысқа тұрып атқан. Кешке өзім айтып жүреміз, онда жүреміз, алып кетеміз. Өзіміз. Бақыттысың ғой? Әрине, сол бүгін жұмысқа тұрып атырмын. Мен ол туралы айтып тұрғаным жоқ. Түсінбедім. Сенде әлі жұмақтың бір есігі ашылып отыр. Менде ол да жоқ. Мына менің анамның номері. Бұл номерді мен әлі қоңырау күтемін. Бірақ та маған енді ешқашан қоңырау келмейді бұл номерден. Сенде ондай мүмкіндік талай бар. Анаңды бар кезіне қадірле. Ол да бар алтынның қадірін біл. Алло, анашым, кешіріңіз мен. Осы уақытқа шейін уақыт бөлмегенімізге кешіріңіз. Кешке қандай тамақ істейсіз? Мен сіздің тәтті бәлішіңізді апарайын. Кешке өзіміз отбасылар болып бір жаққа шықсақ.